Бурабай өлкесінде Абылай ханның есімімен байланысты екі алаң орналасқан. Біреуі үлкен алаң болса, екіншісі кіші алаң. Ханның үлкен алаңы ханның қызыл ағашы деп аталады. Бұл жерде бір жағынан көкшенің әсем көрінісі және Көкшетаудың шалқары болса, ал екінші жағынан шексіз дала, алыстан мұнартып көрінген кішкентай қайыңдар өсіп тұр. Тарихи мәліметтерге және өлкетанушылардың әңгімесіне сүйенсек, осы жерде үлкен Шабақты көлінің батыс жағалауында халық арасында ханның қызыл ағашы деп аталып кеткен Абылай ханның үлкен алаңы болған. Бурабайдағы Абылай хан мұражайының негізін салушы, өлкетанушы Әмина Тұрсынбаеваның ұсынысымен ақын Мағжан Жұмабаевтың өлең шумағы тасқа ойылып жазылған. Ертеде жел өтпейтін қызыл ағаш, дариға бұл күндерде жап жалаңаш, қабірінен әулиенің алашқа артық, ертеде Абылайға орда болған ағаш. Осы жерге Абылай хан әскери шешімдер қабылдап, жайлау мен қыстауды бөлу, көрші елдермен сауда және дипломаттық қарым-қатынас орнату сияқты күрделі мәселелерді қарастыратын құрылтай жинаған. Дәл осы алаңда Абылай хан қазақ хандығы бостандығын, тұтас мемлекетті сақтап қалу үшін барлық шешімдерді қабылдаумен қатар, осы алаңда бірнеше батырлардың басын жинап, тарихи жеңістердің жоспарын құрып, алғы шарттарын жасаған. Ханның қызыл ағашы ерекше тарихи және мәдени құндылық ретінде Ақмола облысының киелі орындарының аймақтық реестріне енді. Бурабай курорттық аймағы өзінің аңызға толы қызық шежіресімен, көркем сұлулығымен танымал.